Кайырлы күн, кырметтүү достор. Бүгүн Ата-аналар академиясы жобасын жүзеге асыруу аясында бизге келген конагыбызбен таанышайык. Көп балалы ана, музыка аспаппен көп жылдар бою жумуш иштеп келе жаткан домбура аспабынын маманы Айгүл Ибадулла кызы менен тааныш болайык. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Айгүл Ибадулла кызы, мынеки бүгүн барша халкыбызга, барша көрөрмендеримизге өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, таанышайык. Мен Кайымбай Айгүл Ибадулла кызы 25 жыл бою домбурадан сабак берем. Казыркы күндө Астана каласынын Эрмек Серкебаев атындагы музыка мектебинде жумуш иштейм, және де Level Up студиясында домбура үйүрмөсүндө балаларга сабак берем. Сол осы мамандык боюнча жумуш иштеп аткан жайым бар. Ал эми мындай суракка жооп бериңизчи. Жакшы маман, бүгүнкү таңда жакшы маман болуу үчүн, жакшы педагог болуу үчүн музыкалык кабилетинен башка кандай тагы да маңызды жакшы касиеттер педагогко ылайыктуу болуу керек? Әрине, ол биринчи билимибиз болуу керек. Ал менен бирге шыдамдык керек устаздарга. Балалардын жан дүйнөсүн түшүнөтүн, балаларды жакшы көрүү керек. Үйрөтөм, солардын бабын табам деп, сондай касиеттер көп болуу керек. Эң башкысы өз маманды жакшы көрүп керек. Толугунан келисемин. Энди калай ойлойсуз, балаларга кыйын болгон сәттерде олардын кызыгуучулугун сактап калуу үчүн эмне көмөктөшөдү? Алдымен кандай болсун, кичкентай болсун, жетистиктерин мактау, олардын ар кадамын багалау, колдоо, балаларды жана кызыгуучулугун арттыруу, концерттерге катыштырып, байкауларга катыштыруу, сол аркылуу балалардын кызыгуучулугу артат деп ойлойм. Дурус. Бүгүнкү таңда биздин балаларыбыз мындай заман кезинде, телефон, гаджет заман кезинде балаларыбыздын кызыгуучулугун арттыруу оңой эмес. Әрине, бүгүнкү таңда биздерде көп жас композиторлар, балалардын көңүлүнөн чыгатын, азыр айтады го, трендовый жанагындай күйлөр чыгарып жатыр. Солар аркылуу жас өспүрүм балалар көбүнесе сол аспапка кызыгып келетін жайы бар. Солардын чыгармаларын берип, интернеттин желиде көп ойналатын чыгармаларды балаларга үйрөтсө, балалардын кызыгуучулугу артып, олар сол аспапты ойнап, телефонунан бөлөк кичине көңүлдөрүн бир пайдалуу иске бөлөт деп ойлойм. Өтө жакшы, дурус. Ал энди отбасынын ичинде ата-аналардын балага деген ошол музыкага кабилеттерин, кызыгуучулугун арттыруу үчүн калай көмөктөшө алады ата-аналар? Әрине, алдымен сол ата-аналардын колдоо керек. Балаларын үйдө мактап, жанагы ар жетистиктерин байкап, күнделиктүү тыңдап, балаларды концертине болсун, сол баланын домбурадан үйрөнүү үчүн жана жагдай жасау керек. Жакшы аспабын алып берүү керек. Концерттерине келип, тыңдап, колдоо жасаса, сол ата-аналардын талабынан сол маңызды деп ойлойм. Музыка сабактары баланын зээнин және де башка да кабилеттерин, шыдамдылыгын тартипке дамытууга көмөктөшө аламы? Калай ойлойсуз? Әрине, бул музыканын ар дыбысын чыгаруу үчүн бала күнделиктүү жаттыгуу керек. Ол жанагы шыдамдылыкка, тартип, күнделиктүү бир мезгил домбура тарткан, ол тартип деп ойлойм. Ой санасы өсөт баланын, руханий байлыгы өсөт, элине деген сүйүспенчилиги өтө көп пайдасы бар деп ойлойм. Бауыржан Момышұлы айткандай, жана домбура тарткан бала эч качанда жамандыкка бармайт дейди. Домбура тарткан баланын жүрөгүнүн иманы болот. Ол деген үлкөндү сыйлай билет. Ол тек гана казыркы нелерин эмес, тарыхын билип, элин сыйлайтын азаматтар өсөт деп ойлойм. Айгүл Ибадулла кызы, айтып бериңизчи, сизде өзүңүздө толкуткан шакирт бармы, бир жакшы окуйга бармы? Биздин көрөрмендерге айтып берсеңиз. 30 жыл бою жумуш истегенде, әрине, бир гана эмес, бир нече сондай жакшы окуялар, балалардын жанагы кызык сәттери бар. Бир окуушум болуп, Сурикова Ксения деген, мен домбураны
ата анасы домбыра алып бергенде сол домбырасын құшақтап сол домбырамен ұйықтағаны бар. Онымен қатар бір оқушым жаңағы жасөспірім ғой, сол бір күні әкесі келіп айтады, мен қорқайын дедім, мына бала ашуланса домбырасын алып бөлмеге кіріп кетеді деп. Содан жаңағы мен айтамын, ол ішіндегі несін шығарып, ол домбыраға деген басқаша бір түсінігі бар бала болып, бала ғой деп жаңағы баланы байқап едім. Расында да сахнада кәдімгідей ішкі дүниесін жақсы жеткізіп, көптеген лауреатты сондай жетістіктерге жетті. Онымен қатар енді оқушыларымның бәрі жақсы, бәрі қызығушылықпен қазір сахнаның төрінде жүр деуге болады. Ал өзіңіздің отбасыңызда музыкаға байланысты бір дәстүрлер бар ма екен? Әр қазақтың үйінде отырыстарда домбырасыз, домбыраның үнісіз, әнсіз, күйсіз той өтпейді дегенде концерт қойып өзімізбен өзіміз жаңа мәре-сәре болатын жайымыз бар. Иә. Отбасыңызда өзіңізден басқа балаларыңыз немесе жолдасыңыз музыкаға қабілетті артқан адамдар бар ма екен? Елдің балаларын оқытқаннан кейін өз балаларымды да музыка мектебіне 3 баламды бергем. Үлкен қызым эстрадалық вокал сыныбын 7 жыл оқып тамамдады. Ұлым дәстүрлі ән мамандығы бойынша бітірген. Және 3-ші қызым қылқобыз аспабын бітірген. Енді ол өзі музыкант болғаннан кейін жаңағы жанұялық ансамбль құрам ба деп жаңа ондай құрған кезіміз де бар. Өнерлі отбасына қатысып, жанұямызбен жаңағы ансамбль құрғанбыз. Жұмыс кезінде, балаларды оқытқан кезде әртүрлі жастағы балалар жас ерекшеліктеріне қарай, мінездеріне қарай қалай оларға сабақ беріп, қалай тілдесе аласыз солармен? Қиын ба екен? Әрине, тәжірибеміздің арқасында әр баламен тіл табысамыз. Кішкентай бала келсе, оған ойын түрінде үйретеміз. Жаңағы әр саусақты адамға теңеп, жаңағы мынау командир болса, мыналар солдаттар деп, анау саусақтан түзу дыбысын анық шығару үшін жаттығуларды сол ойын түрінде жасатамыз. Ересек балалар болса, оларға мағынасы мол шығармалар беруге тырысамыз, түсінеді өйткені бала. Біздер әр баламен жеке дайындаламыз. Мінезіне қарай, біреуге жылдам күйлер ұнайды, біреуіне жай күйлер, бірақ бағдарлама бойынша әртүрлі күйді үйретуіміз керек. Сонда да баланың мүмкіндігіне қараймыз, көп көңіл бөлеміз оған. Негізі музыка отбасы мен ұрпақты, балаларды, ата-аналарды, аталарды, әжелерді біріктіре ала ма? Әрине, бұл домбыра деген өзі қасиетті аспап қой қазағымыздың, ата-бабамыздан келе жатқан. Бұл тек қана ата әжеміз бүкіл қазақты біріктіре алады деп ойлаймын. Тарих қой, тарихымыз бәрі сол домбыра арқылы жетіліп, үлкен кісілер жақсы көретіні анық. Көбінесе осы домбыраға ата әжелер әкеледі. Көрермендері ата әжелері болады. Қазіргі енді заманына қарай аналар көбінесе жұмыс басында жүргеннен кейін сол немерелерінің қазаққа, домбыраға жақын болсын деп сол ата әжелері әкеліп жатады осы. Сондықтан әрине музыка деген ол бүкіл барлығын біріктіреді деп ойлаймын өзім. Жақсы домбырашы болу үшін ата-аналарға қандай кеңес бере аласыздар? Алдымен әрине балаға дұрыс аспап әперу керек. Жасына қарай, кішкентай бала болса оған кішірек домбыра беріп, үлкен балаға үлкен домбыра аспаптан көп нәрсе аспапқа байланысты. Бала жақсы аспапты алып берсе, балаға үйренуге де оңай болады. Бүгін кешегіден жақсы ойнап қалсын деп мақтаулар көп айтса, әрине сол ата-аналардың сол қолдауы керек. Осы мамандыққа қалай келдіңіз? Бұл мамандық сіз үшін не білдіреді? Бұл мамандыққа мен біріншіден кішкентай кезімде мынау Дина Нұрпейісованың фильмін көріп, жаңағы жерде Құрманғазы анау күйді, бір Құрманғазының күйін естіп, одан кейін Дина мен де сондай кішкентай қыз едім сол кезде.
сол үйгө келип жанагы домбураны кайталаган кезде мага үлкөн әсер берди да. Мен да домбураны алып алып жанагы бөлмеге кирип алып, мен де қазір солай ойнап кетем деп ойладым. Сонан жанагы мени де атам апарган, жанагы байкап кызугучулугумду, домбура десе жанагындай эленете калатынымды байкагандыктан мени де музыка мектебине берип, эсимде 3-сыныпта кай мамандык тандайсың деген чыгарма жазганда, сол кезде мен өскенде домбура аспабынын мугалими болом деп, сол кезден қазір балаларыма айтам, енді қазір мамандық таңдау қиын ғой. Сол кезде балаларым кім боламын деп қазір көп ойланып толғанып жүргенде мен айтамын, мен 3-сыныпта білгем кім болатынымды деп. Енді солай осы домбыраның мұғалімі болып, алдыма сол кезден мақсат қойдым деп ойлаймын. Айгүл Ибадуллақызы, мінекей бүгін сізбен әңгімелесіп, біздің көрермендерге де көптеген жақсы жаңалықтарды естіп жатқан шығар. Балаларын қалай тәрбиелеуге, қай жастан бастап енді қызығушылығын арттыруға көп нәрселерді айтып үйретіп жатсыздар. Сізге рахмет. Енді біздің көрермендерімізге, көбінесе ата-аналарға қандай тілегіңіз бар? Әрине, ата-аналарға тілерім осы өсіріп жатқан балаларыңызды жан жақты қабілеттеріңіз байқап, қолдауларыңызды сұраймын. Музыка болсын, домбыра болсын, қай аспап болсын, жанағы беруге тырысыңыздар. Бұл баланы ой өрісін өсіреді, баланы тәрбиелейді, шыдамдылыққа үйретеді, тарихын, өз елінің тарихын біледі. Жанағы әуендер арқылы, музыка арқылы көп жаңалықтар біледі деп ойлаймын. Айгүл Ибадуллақызы, неге бүгін сізбен әңгімелесіп, көптеген жаңалықтарды біліп жатырмын. Баланың қызығушылығын қалай арту керек екенін біздің көрермендеріміз де, ата-аналар да көптеген нәрсені өздеріне ой салады деп ойлаймын. Енді өзіңіз біздің ата-аналарымызға, қаланың республиканың көлеміндегі жас ата-аналарға қандай өзіңіздің кеңесіңіз бар? Ата-аналарға айтарым, қашанда балаларыңыздың қабілеттерін байқап, жан жақты тәрбиелеулеріңізге жаңағы музыкаға беріп, домбыраға беріп, жан жақты қылып өсіріңіздер деймін. Ол деген балалардың ой өрісін өсіріп, дамуына үлкен үлес береді. Жаңағы аспапта ойнау әрине моторикасы, балалардың сезіну жаңағындай сондай қабілеттерін арттырады. Рахмет сізге. Бізбен бірге бүгін мынандай музыка тақырыбына әңгімелесіп отырған домбыра аспабының маманы, педагог Айгүл Ибадуллақызына көптен көп алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.